Халықтың мұң-мұқтажын әлеуметтік мәселелерді тікелей билікке жеткізудің басты міндет. Журналистермен жүздескен қоғамдық кеңес мүшелері осылай деді. Жыл басынан бері атқарылған жұмыстар жайы брифингте айтылды. Жиында алдымен Жуалы ауданы Бауыржан Момышұлы ауылында қозғалған өзекті мәселе газдандыру жайлы сөз болды. Мемлекет есігінің алдына дейін тартып берген газ құбырын үй ішіне кіргізу үшін мердігер компания әр тұрғыннан 200 мың теңге талап еткен. Алайда бұқара аталған қаржының қалта көтермейтіндігін айтқан. Осы орайда кеңес мүшелері газ құбырын үйге кіргізудің мемлекет қойған негізгі құны 200 мың емес 95 мың теңге екендігін де ашып айтты. Сондай-ақ кеңес мүшелері жиында 2019 жылдың ақпан-наурыз айларында кезекті мерзімге жаңа құрамын жасақтау барысында 29 адамнан 19 адамға ықшамдалғаны туралы, сондай-ақ комиссиялар саны 5-тен 3 адамға оңтайландырылғаны жайында мәліметпен де бөлісті. Қоғамның арасында жүргеннен кейін қоғам мен азаматтардың мәселесін шешетін болғаннан кейін бүкіл жастағылар болу керек. Кейде сұрақтар қояды, неге екен? Үлкен кісілер, жасы келген кісілер ғой деп айтады дейді. Бірақ олардың да өздерінің тәжірибесі бар, оны да біз пайдалануымыз керек. Жалпы 2019 жылы 14 отырыс өтіп, 77 мәселе қаралған. Олардың ішінде көп балалы аналар мен әлеуметті аз қамтылған отбасылар, жұмыссыздық деңгейін төмендетуге арналған іс-шаралар, денсаулық сақтау мен алғашқы медициналық көмек жайында көмек көрсету проблемалары көтерілген. Айта кету керек, қоғамдық кеңестеріне арналған ресми сайт жұмыс атқаруда. Онда өткізілген жиындар, нормативті актілер көрсетіледі. Сонымен қатар ай сайын қажетті дәрі-дәрмек бағаларына мониторинг жүргізіліп отырады дейді кеңес мүшелері. Әсел Шамбек, Леспек Абжапар, Шет-Шет Ньюс.